Дайындаймыз ең қолжетімді булочка. Оған бізге 1 келі 200 грамм ұн, 800 грамм жылы су, 150 грамм қант, 1 шай қасық тұз, 40 мл сұйық май, 1 ас қасық дрожжи керек. 800 грамм суымызды құямыз. Оған тұз араластырамыз. Қант араластырамыз. Оған дрожжи араластырамыз. Оған сұйық май араластырамыз. Қосамыз. Біз елеп болдық. Енді жарты сағатқа қойып қоямыз. Қолдарыңызға жабыса берсе, илегенде кішкене қолдарға сұйық май жағып илейсіздер. 50 граммнан бөліп листқа саламыз. Листтің астына май жағамыз. Енді осыны осылай тұр ғой, соны кішкене ғана былай кіргізіп, ақырын ғана былай илейсіздер. Осылай домалатасыздар да, осылай алып қоя бересіздер. Жарты сағат көтерілгеннен кейін духовкаға 180 градусқа жарты сағатқа пісіресіздер. Духовканы ертерек қыздырасыздар. Қойдық, соны көтерді, енді соның үстіне жұмыртқа жағамыз. Дайын. Енді міне қараңыздар, қалай жұмсақ болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын, тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер.